Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сникерс тортын дайындайтын боламыз. Арнамнан алыстамай, каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз карамель дайындап қоямыз. Шекерімізге кішкене суды және глюкозный сиропты салып, отта ертіп аламыз. Міне отқа қойдым. Отқа қою барысында жан-жағындағы шекерлерді жылжытпаймыз, демейміз, өзі осы күйіне еру керек. Шеттері қарая бастағаннан кейін барып, қана кішкене шекердің араласуына көмектесеміз. Осылай айналдыра. Содан соң барып қасықпен қозғайтын боламыз. Оға дейін қасықпен қозғауға болмайды. Сливкеміздің жанына кішкене газге қойып жылытып жатырмын. Мұздай сливке құймаймыз. Сливкеде екі бөліп құямыз, өйткені қатты көтеріледі. Сол себепті қолдарыңыз күйіп қалмасын, осындай ұзын таяқшамен немесе қасықпен араластырыңыздар. Оттың астын баяу қойып қойдым. Енді сары майымызды салып ертіп аламыз. Сливкеміз міндетті түрде қайнамаған болу керек, ыстықтай болу керек. Өйткені мұздай сливке құйсақ, біздің карамеліміз қатып қалады. Карамеліміз суыды, енді арахисімізді араластырып қойып дайындап қоямыз. Енді бисквитін дайындайтын боламыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлек ыдысқа бөліп аламыз. Енді осының үстінен шекеріміздің жартысын салып, жақсылап көпіртеміз, аппақ түске енгенше. Міне біздің жұмыртқамыз көпірді. Өз формасын ұстайтын болу керек. Ыдысыңызды төңкергенде жылжымау керек. Сонда бисквитіміз дұрыс шығады. Енді бұны бөлек ыдысқа салып аламын. Менде қолдың миксері болмағандықтан, қолдың миксері болса сіздерде екі ыдысқа миксерлей берсеңіздер болады. Енді сарысын салып, жаңағы қалған шекерімізді салып, көпіртіп аламыз. Міне сарымыз көпірді. Енді осының үстінен пісте майымызды құямыз. Бір миксерлеп аламыз. Миксерлей отырып, үстінен қайнаған суымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып болған соң, құрғақ заттарымызды қосатын боламыз. Ұнымызды, какаомызды, разрыхителімізді бәрін ситадан өткіземіз.
Кішкене лопаткамен араластырып, қалған бөлігін миксерлеп аламыз. Біркелкі араласу үшін. Міне бізде араласты. Енді осының үстіне ақ жұмыртқаның ағын екі бөліп саламыз. Осы бірінші бөлігін осылай жақсылап араластырып аламыз. Ал екінші бөлігін салған кезде басып алмай, жай араластырамыз. Асты үстімен осылай. Енді формамызды дайындап алып, қызып тұрған печкамызды пісіріп аламыз. Менде печкамның градусы дұрыс болмағандықтан осылай 3 бөліп пісіріп аламын. Сіздерде печкаларыңыздың градусы дұрыс болса, полный бәрін құйып, бисквит етіп пісіріп алсаңыздар болады. Форманың диаметрі 22 см. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ыдысымызда творожный сыр және шекер. Осыны бір келке болғанша миксерлеп аламыз. Міне миксерлеп алдық. Енді осының үстінен скрипкемізді құйып, крем болғанша миксерлеп аламыз. Міне біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинаймыз. Менде 3 кош шықты міне. Кождарыңыздың жаны томпайып кетсе, осылай кесіп алып тастаңыздар. Өйткені торттарыңыз қисайып шықпау үшін. Кальсонның шетіне осындай қылып крем жағамыз, міндетті түрде, өйткені карамеліміз сыртқа ағып кетпеу үшін. Енді карамелімізді салып шығамыз. Келесі кожымызды қойып, кішкене басып, кремімізді жағып шығамыз. Үстіңгі кождарымызды қойып, бетіне кішкене крем жағып, тортымызды холодильникке жібереміз. Кемінде 6 сағат тұру керек. Крем полный сіңгенше, сосын барып сыртынан шоколадты құятын боламыз. Енді шоколадымызды дайындап аламыз. 6 сағат өтті бізде. Үстіне пісте майымызды құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Шоколадымыз еріді, осының үстінен арахисті салып араластырып, тортымызға құятын боламыз. Міне біздің тортымыздың жан-жағын осылай алып тастаймыз. Осылай шешіп аламыз кольцодан.
осылайша құйып, тура видеодағыдай етіп жасайсыздар. Астындағы сетка ол печканың сеткасы. Осылай жетпей қалған жерлерін астыңғы төгілген шоколадтарымызды құйып шығамыз. Бұл шоколадтарымыз тез қатып қалады. Подложканың жан-жағындағыларын пышақтың көмегімен осылай кетіріп аламыз. Міне тортымыздың шоколадтар қатты, 5-10 минутта қатып қалады. Енді оформлениясын жасайтын боламыз. Бұл менде вафельный қағаз мастикаға жабыстырылған. Вафельный қағаз мастикаға жабыстыру туралы менің каналымда бар. Ссылкасын тастап кетемін. Описанияға оформлениясын қалаған өздеріңіз бойынша жасай бересіздер. Міне біздің тортымыз дайын. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.